Мінеки, кеше ғана іңгелеген сәбиің есі кіріп ізіңе ілесіп жүр. Жұрт қатарына қосылып, жұмсағаныңа жарап қалды. Уақыт қалай жылдам өтеді десеңші. Бірақ сен үшін ол әлі нәресте сияқты. Міне, бар қиындық осында. Кейбір отбасылар бала тәрбиесінде бейқам. Бақытсыздыққа бастап жатқан зұлымдықтар сенің үйіңді де айналып өтпеме деп қорқам. Сынған бұтақтың қисық бітуіне жол берме. Саған екінші мүмкіндік берілмейді. Әуелі балаң сен туралы не ойлайды? Екеуің қаншалықты жақынсыңдар? Өмірлік бағытын дұрыс таңдай алды ма? Ол неге қызығады? Нені ұнатпайды? Достары қандай? Бос уақытын қалай өткізеді? Ең алдымен балаңның теледидармен және ғаламтормен жалғыз қалмауын қадағала. Оларға уәде берсең орында, сертіңе берік бол. Аманатшылдыққа тәрбиелейсің. Ешқашан оларды алдама. Бойынан жаман қасиеттер көрсең, шара қолдан. Есіңде болсын, балаңа жылы сөзбен ақыл айтпасаң, күшпен жазалауға хақың жоқ. Ешқашан балаңды жаман теңеулермен сөкпе. Үнемі олар үшін тіле. Әке шешенің тілегі қайтарылмайды. Бала жетістікке жетсе, артынша сыйлық бер. Олардың жүрегін жаулай алмасаң, сөзіңді өткізе алмайсың. Балалардың көзінше өзара ұрыспаңдар. Есіңде болсын, балаларыңның көзі сенде. Сен жақсы деп есептеген нәрсе олар үшін де жақсы. Сондықтан әуелі өзіңді түзе. Оларды кешке үйден шығармауға тырыс. Өйткені кешке шайтандар таралады. Бетінен ұрма. Қандай шара қолдансаң да жанашырлығың байқалып тұрсын. Балаңды шешім қабылдап, пікірін еркін білдіруге үйрет. Қазірден намазға бұйыр, әрі төсектерін бөлекте. Намаз адамды барлық арсыздық пен жамандықтан тыяды. Балаларыңның арасында әділ бол. Оның санасын Құранмен нұрландар. Баласына Құран үйретіп, салихалы тәрбие берген атана жәннатта нұрдан тәж киеді. Баланың киімінің бүтін, қарынның тоқ болуы тағылымды тәрбиенің өлшемі емес. Ұмытпа, сен тербеткен бесік, ертең елді тербетуі мүмкін. Пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Әкенің баласы үшін жақсы тәрбие беруден артық сыйы жоқ деген.